Қазіргі Оңтүстік Кореяның солтүстігінде орналасқан Асан ауылында 1915 жылы Чон Чу Йон есімді бала дүниеге келеді. Оның ата-анасы кедей өмір сүргеніне қарамастан, тұңғыш ұлдарына бастауыш білім беруге тырысады. 16 жасында Чон Чу Йон әкесінің сиырын сатып, оңтүстіктегі үлкен портты қала Сеулге келеді. Сеулде ол темір жол құрылысында, портта, кейін бухгалтерияда көмекші болып жұмыс істейді. Біраз ақша жинағаннан кейін 1938 жылы Чон Чу Йон күріш сататын дүкен ашады. Алайда бір жылдан кейін елді жапон әскерлері басып алып, дүкенді жабуға мәжбүр болады. Екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін елдің оңтүстік бөлігі ақш протекторатының астында болды. Чон Чу Йон американдықтардың әскери жүк көліктерінің жөндеумен айналысты. 1947 жылы Чон Чу Йон Hyundai Civil Works Company құрылыс компаниясының негізін салады. Ол ағылшын тілін білетін інісін жұмысқа тартып, құрылыс жұмыстарын жүргізу үшін американдықтармен келісім шарттар жасай бастайды. 1950 жылы фирма үлкен компанияға айналып, атауы Hyundai Construction Co. Ltd. болып өзгертілді. 1956 жылы компания өзінің қызмет аясын кеңейтіп, сауда, жүк тасымалдау, пайдалы қазбалардың кен орындарын игерумен айналыса бастады. 1960 жылы компания құрылыс материалдарын өндіре бастайды. 1962 жылы Hyundai Construction ұлттық құрылыс компаниялары арасында үздік болып танылды. 1965 жылы компания халықаралық нарыққа шығып, Таиланд автомобиль жолын салуға тапсырыс алады. Қазіргі таңда Hyundai Engineering and Construction Co. әлемдегі ең алып құрылыс компанияларының бірі болып табылады. 1967 жылы Hyundai автомобиль өндірісін қолға алып, ақш-тың Ford компаниясының модельдерін шығаруға лицензия алады. Конвейерден алғашқы болып Ford Cortina және Ford Taunus M20 шықты. 1978 жылы біраз үзілістен кейін Taunus'тың орнына Ford Granada шығарыла бастады. 1972 жылы Оңтүстік Корея үкіметі елде автоөнеркәсіпті дамыту мақсатында тек 4 компанияға автоөндіріспен айналысуға құқық берді. Оның ішінде Hyundai да болды. Үкімет аталған 4 компаниядан 1980 жылға дейін өндіріс көлемінің жылына 50 000 машинаға дейін жеткізуді, сондай-ақ локализацияны 91%-ға жеткізуді талап етті. Осыған орай, Hyundai компаниясының басшылығы кореялық автомобиль жасауға бел буды. 1975 жылы компанияның өзіндік моделі Hyundai Pony жарық көрді. Бұл көлікті жасауға жетекші еуропалық мамандар шақырылды. Көліктің дизайнын танымал итал дизайн Giugiaro ательесі жасаған. Hyundai Pony керемет жетістікке жетті. Сату көлемі басшылықтың күткенінен әлде қайда асып түсті. Жетістіктің арқасында 10 жылдан кейін 3 жаңа модель жарық көрді. Олар XL, Stellar және Grandeur. 1989 жылы компания өзінің алғашқы қозғалтқышын жасап шығарды. Осы уақытқа дейін модельдерде Ford, Mitsubishi және Chrysler қозғалтқыштары қолданылып келген болатын. Алғашқы қозғалтқыш Альфа деп аталды және көлемі 1,5 литрді құрады.
1990 жылы еуропалық нарықта Elantra моделі пайда болды. Ішкі нарықта Elantra атауымен сатылды. 1991 жылы Hyundai өзінің алғашқы трансмиссиясын жасады. ақш-тағы сатылымды ұлғайту үшін кепілдік мерзімі 10 жылға немесе 100 мың мильге дейін кеңейтілді. 1994 жылы Hyundai Accent моделі жарық көрді. 1998 жылы Hyundai дағдарысқа ұшыраған Kia Motors автомобиль компаниясын өзіне қосты. 2004 жылы Tucson кроссовері көпшіліктің назарына ұсынылды. 2005 жылы премиум кластағы Grandeur седаны мен Santa Fe жол талғамайтын көлігі жасалды. Логотип 1975 жылы алғаш рет Hyundai Pony моделінде пайда болды. Логотиптің қарапайымдылығы соншалық тек HD деген екі әріптен ғана тұрды. Қазіргі көз үйренген логотип 1991 жылы ғана пайда болды. H әрпі жапонды Honda-да қолданатындықтан, Hyundai дизайнерлері оны сәл қисайтып жасады. Логотип компания мен клиенттер арасындағы қол алысуды білдіреді. Hyundai атауы заманауи дегенді білдіреді. Компанияның атауы Hyundai емес, Hyundai болып оқылады. Қазіргі таңда Оңтүстік Корея, Түркия, Солтүстік Америка, Қытай, Үндістан, Чехия, Ресей және Бразилия секілді елдерде Hyundai зауыттары бар. Көргендеріңізге рахмет. Арнаға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.